Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз сөйлем мүшелері. Сөйлем мүшелері жалпы тұрлаулы және тұрлаусыз мүшелер деп екіге бөлінеді. Тұрлаулы мүшелерге бастауыш пен баяндауыш жатады. Бастауышты сіздер білесіздер, бір сызықпен сызылады. Баяндауыш бізде екі сызықпен сызылады. Ал анықтауыш бізде үйрек сызықпен сызылса, жылан емес сияқты. Толықтауыш бізде үзік сызық болады, мына сияқты. Үзік. Ал пысықтауыш болса, үзік нүкте, үзік нүкте, үзік нүкте, үзік деген сияқты осылай болады. Енді тұрлаусыз мүшелерге тоқталсақ, тұрлаусыз мүшелер бізде біріншіден бастауыш. Бастауыш сөйлемде атау септігінде тұрады. Баяндауыш анықтайтын іс қимыл иесі болады. Баяндауышпен жақ жағынан қиыса байланысады. Кім, кімдер, не, нелер, кімі, несі, қаншасы деген сұрақтарға жауап береді. Атау тұлғадағы зат есім. Мысалы, Гүлжан апасына қонаққа келді. Есімдіктен болады. Мысалы, олар кеше келгендер. Бәрі осыны дұрыс десті. Заттанған сын есімнен болады. Үлкені алға, жасқана қадам басты. Жарлы болсаң да арлы бол мақал. Заттанған сан есімнен болады. Екеуі оқыған екен. 15-ке бөлінеді. Есімше мен қимыл есім. Келген осының жай жапсарын айтты. Айту парыздан құтылу емес. Баяндауыш. Баяндауышпен бір тұлғада болады. Баяндауыш бастауышпен бір тұлғада болады. Сөйлемді тиянақтап тұрады. Бастауышсыз да сөйлемге ұйытқы болады. Қай сөз табынан жасалса, соның сұрақтарына жауап береді. Етістік, мысалы, биыл егін оралғы ерте басталды. Баяндауыш басталды. Зат есім. Мұрат білікті маман. Мұрат қандай маман? Білікті маман. Сын есімнен. Талапсыз адам табансыз. Сан есімнен болады. 5 жерде 5-25. Есімдіктен болады. Бүгінгі заман билігі. Осыларда есім сөздер мен етістіктердің құрама баяндауыш болады. Мұғалімнің алдында қып-қызыл болып кетті. Үстеуден болады. Қызықтың алды жазда. Емтихан болатын күн ертең деген сияқты. Анықтауыш. Анықтауыш сөйлемде сын, түр, түс, иелік, көлем, мөлшер, сапа белгілерін білдіреді. Яғни өзі анықтайтын сөзбен матаса, қабыса байланысады. Қандай, қай, қанша, неше, кімнің, ненің, неше деген сұрақтарға жауап береді. Жасалуы сын есім. Аспандағы ақ бұлттар да ойнайтындай. Зат есімнен де болады. Жігіттің 3 жұрты бар. Мақал. Сан есімнен болады. Байқауға 15 оқушы қатысты. Есімдіктен де болады. Оның шығармасы үздік деп табылды. Есімшеден де болады. Үзілген нәрсені жалғау оңай емес. Толықтауыш. Толықтауыш іс-әрекетті заттық мағына жағынан сипаттайды. Мағынасымен байланыс түріне қарай тура және жанама толықтауыш болады. Байланыс меңгеру және жанасу түрлерінен жасалады. Меңгеру және жанасудан жасалса, бұл бізде толықтауыш болады екен. Толықтауыш барыс, табыс, жатыс, шығыс, көмектес септіктерінің сұрақтары арқылы жасалынады. Мысалы, зат есімнен. Гүлімді осы ой орманға жетелейді. Заттанған есімдік. Мұны бәрі білетін. Заттанған сын есім. Аққа құдай жақ. Заттанған сан есім. Үшіншіні ерте бітірді. Заттық мағынаға ауысқан есімше, қимыл сын есім. Білмегенді сұрап алу ұят емес. Қайта көшіруге көп уақыт кетті. Толық мағыналы сөзге туралы, жөнінде, жайында шылаулары тіркеседі. Елжас туралы достары жақсы пікірлер айтты. Яғни туралы деген. Пысықтауыш. Пысықтауыш іс-әрекет оқиғаның мекенін, мезгілін, себебін, мақсатын, сын қимылын білдіреді.
мағынасына қарай мезгіл пысықтауыш, мекен пысықтауыш, сын қимыл пысықтауыш, себеп салдар пысықтауыш, мақсат пысықтауыш болады. Меңгеру, жанасу, қабысу арқылы жасалады. Қашан, қалай, неге, не себептен, не үшін, қайдан, қайтып деген сұрақтарға жауап береді. Істеуден болады. Төменде інісі күтіп тұрған, барыс, жатыс, шығыс, көмектес тетіктеріндегі зат есімнен де болады. Көшеден ауылдасын көрді. Қайдан көрді? Көшеден. Ауылдасын қайдан көрді? Көшеден көрді. Яғни көшеден деген бізде шығыс септігінен жасалынып тұр. Көсемше, әжесі немересіне күлімсірей қарады. Есімдік. Туысқандар осындайда жиналатын. Қайтетін, жиналатын деп тұр. Яғни бұл да бізде пысықтауыш. Еліктеу сөзден болады. Яғни есікке тақай бере кілт тоқтады. Арада кілт деген бізде еліктеу сөз. Сын есім. Ыстықта мал да жайыла алмады. Сан есімнен болады. Атасы 80-інде шөбере сүйді деген сияқты. Осымен бүгінгі біздің сөйлем мүшелері атты сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.